Мадонсоктың жаңа фильмі. Мадонсоктың жаңа фильмі осы жылдың басында Кореяның кинотеатрларынан көрсетті. Бұл өте аз қаржы жинаған Мадонсоктың алғашқы фильмі сияқты, дегенмен де фильм орыс тілінде интернетке шықты. Қасиетті түн бұл жындарға табынатын, жандарға қарсы шығатын топ. Олардың мақсаты зұлымдықты тоқтату және адамдарды жындардан құтқару. Кан Бау бұл Мадонсоктың кейіпкері, өте мықты жігіт, ол көптеген адамдарды құтқаруға тырысады, жынмен қарсы келуге еш қорықпайды. Шерон, оны Сохен сомдайды, ол экзорцизммен айналыса алады, яғни жынды адамнан шығару. Сондай медиум. Ким Кун, оны Дэвид Ли сомдайды, оны кальмардан білесіздер деп ойлаймын. Дәл осы медиумның көмекшісі. Бір күні психиатр көмек сұрап келеді, оның қарындасының ішіне жын кірген. Енді дәл осы команда осы жұмысты қолға алып, осы миссияны қолға алып, жынды қыздан шығару керек. Бірақ бұл жын жай жын емес, ол өте арам әрі қу. Бұл олардың қолынан келе ме, әлде жоқ па? Оны Ситая ночь, охотники на демонов фильмінен көре аласыздар.